шетелдік легионерлер менің ойымша мынау енді командалық ойындар бар ғой. Футбол, волейбол, баскетбол сияқты. Бірақ олар клубта болу керек. Құрама командаға тарту қажет жоқ. Клубтарға анау біздің жастарымыз жанына жүріп үйренетіндей, соның кейін мынау жанкүйерлерді жаңағы тарту үшін, ойын қызықты болу үшін футболдың өзіне де, бірақ шектеу болар. Қазіргі жасап жатқан шаралар өте мен қолдайтын шаралардың бірі. Неге десеңіз, шынымен оларға көптеген ақша төлеп, мемлекет бюджетінен алып келіп, олардан пайда жоқ. Кейбіреулерін жаңағы сол ақшасын бөліп алып жүргендер де болды, оны білеміз ғой, енді ол айтылып талай. Сондықтан шектеу қойылды. Мысалы, футбол клубы өзінің спонсорға ақшамен алып келсең, рұқсат